Сіз қазір қиналып отырсыз ба? Мен де қиналғанмын. Өз мақсатыңызға жету мүмкін емес деп қорқасыз ба? Мен де қорыққанмын. Ешқандай тәжірибем жоқ деп ойлайсыз ба? Мен де тәжірибе болған емес. Сіз бен біздің жетер жетістігіміз көп. Бұған кітапты оқып шыққанда көзіңіз анық жетеді. Камшат Бекжігітова. Кітап жазудағы мақсатым не? Бұл кітапты жазудағы мақсатым жасына, жынысына, ұлтына, мамандығына, қай жерде тұратынына, қазіргі жағдайына қарамастан, әр адам кез келген уақытта ешқандай таныссыз, ешқандай ақшасыз, қалағанына қол жеткізе алатынын, өз өмірін қиялдағыдай етіп өзгерте алатынын, ең қарапайым жалпақ тілмен жеткізу және оқыған кітаптары мен ұстаздарымнан алған білімімді күнделікті өмірде қалай пайдаланғаным туралы өзімнің тәжірибемен толығырақ бөлісу. Алғаш жан тану әлемінде білім ала бастағанда қазақ тілінде ойымдағыдай көмек бере алатын ешбір маман не кітап таппағаным қатты қынжылтты. Кітап жазуыма түрткі болған негізгі мәселе де осы. Сол кезде қазақша кітап жазу керек екен деген жай ғана ойлап қойғанмын. Ал бүгінде маған келіп жатқан сұрақтар күн сайын көбейе түсуде. Жауап беріп үлгерер емеспін. Сондықтан адамдар керек сұрақтарына жауапты осы кітаптан табар деген сенімдемін. Ескерту: әдебиет, филология, журналистика мамандығы бойынша ешбір жоғары оқу орнын бітірген жоқпын. Ғылыми сөздерді, терминдерді өмірде де қолданбаймын. Бұл кітапқа да енгізбедім. Қазіргі заманда жиі қолданылатын еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін түсінетіндей етіп, өте қарапайым жалпақ тілмен жазуға тырыстым. Кейбір орысша сөздерді психологиялық редактор өз түсінігім бойынша оқырман да оңай түсінетіндей етіп аударып жаздым. Кітап кімдерге арналған? Өмірдің еш қызығы жоқ, өзіме көңілім толмайды, өз-өзімді жек көремін, орысша сөйлей алмаймын, ынжықпын, ұялшақпын, мінезім тұйық, жолым болмай-ақ қойды, неден бастарымды білмеймін, қолымнан түк келмейтін сияқты, қорқамын, көпшілік ортасында өзімді дұрыс ұстай алмаймын, өзіме сенімсізбін, ақшам жоқ, күйеуімнен көңілім қалған, күйеуімді кешіре алмаймын, күйеуіме сенбеймін. Қайын жұртымның қорлығына шыдар емеспін, өзімнің жеке өмірім жоқ, балаларыма қатыгезбін, қалай өмір сүргім келетінін де білмеймін, денсаулығым сыр берді. Әкемді жек көрем, шешемді жек көрем, мені ешкім жақсы көрмейді, жұмысым өзіме ұнамайды, жұмыстан үйіме қайтқым келмейді. Жалғызбын, нені армандарымды да білмеймін, өмірде көп қателік жасадым, күйеуге тие алмай жүрмін, жігіттердің бәрі бірдей сияқты. Жақсы қыздар қалмаған, жүйкем жұқарған, жалқаумын, өсекті көп айтамын, досым жоқ, бойымда кемшілігім өте көп. Көп ақша болған емес, көп ақша сұрауға аладан қорқамын. Өмірде мақсатым жоқ, өмірден түңіліп кетем. Өз-өзіме қол жұмсап қоюдан қорқамын. Өмірде ешкімге сенбеймін, күйзеліске түстім, шығар жолын білмеймін. Өзгергім келеді, көмектесіңізші. Тізе берсем өте көп. Бұл маған келетін хаттардың басым көпшілігінің тақырыбы. Осылардың ішінде өзіңізге танысы бар ма? Ендеше міндетті түрде кітапты аяғына дейін оқыңыз. Алғы сөз. Мен бұл кітапта өзімнің жеке тәжірибем арқылы кез келген мәселенің барлығынан шығатын жолды көрсетіп, өмірде өз мақсатыңызды тауып, үлкен жетістікке қол жеткізіп, бақытты өмір сүрудің қарапайым ережелерімен бөлісемін. Ал сіз ең бастысы ертеңге, дүйсенбіге немесе айдың басына қалдырмай, дәл қазір осы тұрған жеріңізде дереу бастаңыз. Кітаптағы барлық жаттығуды жасаңыз. Осы кітапты оқып, жаттығуларды жасасаңыз, өмірде өзіңізді тауып, өз салаңыздың ең мықтысы атанарыңызға сенемін. Сізге сәттілік жолдас болсын. Мәңгі сені жазған жоқ сүрінуге, хақың бар қайта тұрып жүгіруге. Мұқағали Мақатаев. Алғаш Луиза Хейдің кітабы қолыма тигенше, мен дәл қазір өзіме келіп жатқан хат иелері сияқты өмірден түңілген едім. Кішкентайым 7-8 айлық, үлкен 2 бала мектепте, бір тиын ақшам жоқ, ешқандай табысым жоқ, қарызым бастан асады. Отырған үйімнен шығатын уақыт жақын қалған. 5-6 айдан асты, далаға шықпаймын, ешкіммен араласпаймын, көбіне ашуымды балаларымнан аламын. Таңға көз ілмей, мұндай өмірдің қандай мәні бар, кім кінәлі, неге бұлай болды?
Мұндай күйге қалай түстім? Енді не істеймін? Қайтып бағам балаларды? Ертең нанға ақшаны қайдан табамын? Деген сияқты сұрақтар мен өзімді жеп жылап шығамын. Содан таң намазының уақыты келеді. Намаз оқып, «Я Аллам, балаларымды аш қалдыра көрме, ең болмаса нанға ақша бере көрші» деп жылап отырып дұға қыламын. Қайта жатып түске дейін ұйықтаймын. Алла маған өзім сұрағанымдай әйтеуір бір нанға ақша жіберетін. Қаншама айлар бойы күнім осылай өтіп жатты. 33 жасқа дейін өмірімде естімеген самооценка, полюби себя сам, аффирмация деген 3 сөз соңғы 14 жылда кітап бетін ашпаған мені Луиза Хейдің кітабын оқуға жетелеп әкетті. Расында 14 жылдан кейін алғаш оқыған кітабым Луиза Хей еді. Бұл кітап өмірімді жақсы жағына күрт өзгертті. Сол күннен бастап тек білім алып келемін. Естіп білгендерімді күнделікті өмірде пайдаланып, керемет нәтижелерін көріп қуанамын. Өсіп келемін. Күн емес, қазір сағат сайын өсіп келемін. Аллаға шүкір. Сынақтар, кедергілер болмады емес, болды. Соларға қарамастан тек алға жылжыдым. Бүгінгі жетістігімнің барлығы бірінші Алланың, одан кейін тек алған білімнің және сол білімді күнделікті өмірде пайдаланғанымның арқасы. Көптеген ғалымдардың еңбегімен танысып, біраз шетелдік ұстаздардан білім алып, өткен өмірімді дәл қазіргі күніме дейін ойлап қарасам, сонау ес білгелі маған еш нәрсе өзінен өзі келмеген екен. Жалпы өмірімдегі болған жағдайдың барлығына мен өзім дәнекер екенмін. Барлығы тек өзімнің қорқынышты, күдікті, сенімсіз ойы мен сөзімнің арқасында пайда болыпты. Қандай кітап оқысам да, кіммен сабақ алсам да, барлық жерде бір қағида: ойыңды өзгерт, өзіңді тәрбиеле, өміріңді өзгертсең деген. Олардың айтқанына көз жеткізу үшін мен ойымды өзгертуге, алған теорияны күнделікті өмірімде пайдаланып көруге шешім қабылдадым. Алғашқыда оңай болмады. Аянбай өзіңмен күресуге тиіссің. Өзіңнің жалқаулығымен, өзіңнің әлсіз тұстарымен жұмыс істеу керек. Жалпы өзін жеңген адам ғана жеңіске жетеді екен. Әр нәрсенің қайыры бар. Өмірімізде болған нәрсенің бәрінің қайыры бар. Кейде шығар жол таппай, тығырыққа тірелгендей боласың. Жол бар, тек ол өзіңе қарай екен. Халық даналығы. Өмірімді кемел бағытқа күрт өзгертуге себепкер болған оқиғаны және жоғарыда айтқан бұрын-соңды естімеген 3 сөз туралы айта кетейін. 25 жасымда 2 баламды алып әкелерінен бөлек кеткеннен кейін әртүрлі сауда жасадым. Соңғы 5-6 жыл бойы сауда-саттықпен Қазақстан мен Қытайдың арасында шапқыладым. Байып кеткен түгім жоқ, бірақ тынбай еңбек еттім. Бірде пайда, бірде шығын. Үйдегі қызым мен балама анам қарады. Ең бастысы, қарындары тоқ, киімдері бүтін. Мен ажырасып кеткеннен кейінгі аз уақытта намазға жығылдым. Менің намаз оқығаныма күдіктеніп қараған анам өмірден жалғыз өтерім екен деп уайымдады. Күндердің күнінде өміріме бір адам пайда болды. Өзі май қызметкері болғандықтан менің мекен жайымды біліп алып, сүйіп қалдым деп соңыма түсті. Соңымнан қалмай 2-3 жыл жүрді. Кетіп бара жатсам шығарып салады, келсем күтіп алады. Отбасы бар болғандықтан оны өзімнен алыстату үшін небір әрекеттер жасадым, болмады. Үйге келіп анамен танысып алыпты. Анамның мені маңайыма ер азамат пайда болғанына қуанып жүргенін сездім. Содан ойланып жігітке өз шартымды қойдым. Мешітке барып неке қиямыз және қарым-қатынасымызды ешкім білмеуі керек. Ол келісті, некелестік. Арада 2-3 ай өтпей менің аяғым ауырлады. Жігітім сол арада істі болып қамауға алынды. Оның үй іші, менің үйімдегілер барлығы біздің қарым-қатынасымыз туралы білді. Бәрі ашылды. Содан мен саудамды, өз тіршілігімді тастап, барлығына қарсы тұрып, қайтсем де көмектесуім керек деп, бар күш-жігерімді салып көмектестім. 7 ай дегенде Алланың қалауымен ол сот залынан босатылды. Менің орнымда кез келген адам солай жасар еді деп ойлаймын. Маған айтқан рахметі болу керек. Жігітім 4-5 киімін алып, менің үйіме көшіп келді. Ол бостандыққа шыққан 2 аптадан кейін мен бір өлімнен қалып қыз босандым. Мен 7 ай бойы оның жолында жүгіріп жүргенде саудаға салған бар ақшамды уақытында барып затымды алып сатпағандықтан күйіп кетті. Ішім ашыса да аман-есен қызды болдым. Әкесін шығарып алдық. Садақа, Аллам хайырын берсін деп қоямын. Өкінішке қарай, мен оны сол күннен бастап тани алмай қалдым. Не ойы бар екен түсіне алмадым. 2 жаққа да өтірік айтып, 2 оттың ортасында күйіп жүргенін сездім. Мен сенуден қалдым, күдігім күшейді. Ол туралы тек қана жаман ой ойлаймын.
Әр ойымның рас екені ол ерсі дөрекі іс-әрекетімен дәлелдей берді. Үйде күнде ұрыс жанжал. Намазда қайырым сұраймын. Содан не керек, бар шындықты шешесінің аузынан естідім. Ол менің тағдырыммен ойнапты. Менің өмір деп түсінгенім ол үшін әншейін ойын ғана екен. Ащы шындық сол. Бұл ойында мен жеңіліппін. Жеңілгенімді мойындап, өзім ғана шешім қабылдап, бір жағына шығуым қажеттігін, отбасылық дауға нүкте қоюым керектігін түсіндім. Қызыма 8 ай болғанда, менің өмірімнен де үйімнен де бір жола кетуін сұрап, киімдерін жинап беріп, былайша айтқанда үйден өзім шығарып жібердім. Себебі, ол өзінің іс-әрекетімен өз таңдауын жасап қойған. Менің қасында еркінен тыс жүрген еді. Дәл сол күнге дейін өмірден алған үлкен сыйлығым 3 балам еді. Балапандарымды құшақтап жалғыз қалдым. Менің бір тиын ақшам жоқ, 3 балам бар. Далаға шығатын, елге қарайтын бетім жоқ. Үйден шықпаймын. Әке-шешеме, бауырларыма жарытып ештеңе айта алмаймын. Өйткені барлығын өзі ақымақтығымнан таптым. Нағыз күйзеліс басталды. Бір кездегі қайнап жатқан өмірім дәл сол кезде тоқтап қалғандай болды. Біткен жерім осы, ары қарай өмір сүретін жол жоқ деп ойладым. Мен қателесіппін. Өмірдегі қаншасыншы қателесуім, қате ойлауым, білмеймін, бірақ тағы қателесіппін. Бұл жолы да тағы қате ойлаппын. Өмір тоқтамаған, өмір жалғасып жатыр екен, өмір тамаша екен. Демек, дәл бүгінгі күніме қол жеткізуім үшін сонша сынақты басымнан өткізіп, аяғымды шалыс басып, көп қателік жасауым керек болғаны ғой. Менің басымнан өткен бұл оқиға үлгі аларлықтай емес. Мұны қазір сол кездегі мен сияқты қате ойлаған адамдар оқысын деп жазып отырмын. Қандай қасіретті бастан кешірсеңіз де, өмір онымен бітпейді. Кез келген уақытта ой мен сөзді өзгертіп, қалағаныңыздай бақытты өмір сүруіңізге болады. Себебі, маған келген 50-60% хат иелерінің тағдыры қиын, яғни өткен өмірлеріндегі қателіктері үшін енді бақытты болуға құқылары жоқ сияқты. Өмірден түңіліп кеткен. Олай емес, достар. Біз пендеміз, періште көкте ғана. Адам болғаннан кейін барлығымыз қателесеміз, сүрінеміз, жығыламыз. Мәселе онда емес. Мәселе қайта тұрып, бәрін басынан бастауда. Өз қателігінді түсініп, мойындай білуде. Әрбір қателіктен тек сабағы алуымыз керек. Адам баласы тірі тұрғанда кез келген қателікті түзеуге мүмкіндігі бар. Басымнан қандай оқиға өтсе де, ылғи мұның да бір қайыры бар деуші едім. Жанымда жаралаған соңғы оқиғаның қайыры менің бүгінгі күнім болар. Барлығына алғыс айтып, Аллаға шүкір деймін. Ендеше, көп қателік жасадым деп, кім өзін айыптап, басын салбыратып, қолын бір сілтеп, өмірден түңіліп отыр. Мені тыңдаңыз. Өткен өмірінде кім болғаны маңызды емес. Сен қазір кімсің? Кім болғың келеді? Міне осы маңызды. Сен өлген жоқсың ғой. Тірісің бе? Ендеше шындыққа тура қара. Шындық өмірдің жалғасып жатқанында. Көрпенің астына тығылып жата бермей, басыңды көтер. Орныңнан тұр. Сыртқа шық. Өмір жалғасуда. Сен тірісің. Сенде үлкен мүмкіндік бар. Барлығын өз қалағаныңда етіп, басынан бастауға мүмкіндік бар. Осы мүмкіндікті барынша пайдалан. Өмір сүрудің өзі бір бақыт. Орнынан тұр. Осы кітапты аяғына дейін оқы. Айтылған кеңестерді, жаттығуларды кейінге шегермей жаса. Өзің ғана бақытқа қол жеткізе аласың. Ешкім саған бақыт әкеліп бермейді. Бақыттың алдынан өзің шық. Өлген адамда ғана ешқандай мүмкіндік жоқ. Ал сен тірісің. Қандай жағдайға тап болып, қандай күйде отырсаң да, мұның да бір қайыры бар екенін ұмытпаңыз. Сіз қайда болсаңыз, бақыт сонда. Ол сізді қоршап тұр. Сондықтан орныңыздан тұрып, айналаңызға қараңыз. Ошы. Өмірің өз қолыңда. Жетер қолың арманға созғаныңда, өмірің өз қолыңда. Қайғырма ешқашанда, өмірің өз қолыңда. Барлықтарыңызға таныс бір қызықты айтайын. Айтпайын десем, келіп жатқан хаттар айтпасыма қоймады. Жұмысы жүрмей, жолы болмай, өмірде көп қателік жасағандар әбден шаршаған кезде не істейді? Құмалақшы, балшы іздейді. Жолын ашқызып, бақытқа кенелгісі келеді. Адаспаңыздар. Бұл жалқаудың ісі, және өзіңді өзің алдау ғой. Олар қалағанның бәрін біреу дайындап бере салса дейді. Немесе балгер жақсы айтса, солардың сөзімен өздерін алдайды.
Мәз болып, жаман айтса түк те аша алмайды, түк дұрыс айтпады екен дейді. Тағы айтам, адаспаңыздар. Алладан кейін өміріңіз тек өз қолыңызда. Дайын нәрсе жоқ, білім алыңыз, алған білімді күнделікті өмірде пайдаланыңыз. Тіпті дүние жүзіндегі ең мықты психологты жалдап, 24 сағат тыңдасаңыз да, өзіңіз еш нәрсе жасамайынша түк те өзгермейді. Сондықтан балшы, көріпкел, жол ашқыш іздемей, кітап оқып, білім алып, өсіңіз. Алған білімді күнделікті өмірде пайдаланыңыз. 110% кепілдік берем. Сонда ғана жетістікке, жеңіске, бақытқа қол жеткізесіз. Содан кейін бақытты болу үшін, немесе қандай да бір жетістікке қол жеткізу үшін көп адамдар ойлайды. Ақша керек, таныс керек, бай әке-шешең болу керек деп. Немесе байдың баласы ғана бай болады. Мұғалімнің баласы мұғалім, шаруаның баласы шаруа болады. Әнші болуды тіпті армандамай-ақ қояйын дегендей. Бірақ бұл қате пікір. Себебі бақыт пен үлкен жетістікке қол жеткізу үшін ең бірінші ниет керек. Содан кейін ой мен сөзді өзгерту керек. Ары қарай әрекет жасау керек. Ал осының барлығы дұрыс және үйлесімді болу үшін білім алу керек. Білім алу керек және білім алу керек. Тіпті тал бесіктен жер бесікке дейін. Мүмкіндікті өзің жаса. Адам барлығын жасай алады. Әдетте оған жалқаулығы, қорқақтығы және өзін төмен бағалауы кедергі жасайды. ВК парақшасынан. Тағы бір қате пікір. Жағдай жоқ, мүмкіндік жоқ, сәті келгенде болмаса қазір қайдан? Уақыт жоқ, қолым тимейді деген сияқты бәріңізге таныс пікірлер қалыптасқан бізде. Есіңізде болсын. Өзіңіз сәтін салмайынша, сәтін салған кез еш уақытта ешкімде болмайды. Жағдайды, мүмкіндікті жасаймын деп жүргенде, өзіңізге берілген мүмкіндіктерден айырылып қалуыңыз мүмкін. Ыңғайлы уақытты күтіп жүргенде, уақыт қалай зымырап өтіп кеткенін байқамай да қаласыз. Уақыт ешқашан артыққа қайтпайды. Оны менен жақсы білесіз. Бұған бір ғана жауап. Шын ниет болса, бәрін жасайсыз. Ал ниет жоқ болса, осындай сылтаулар мен себептер көбейген үстіне көбейе береді. Сондықтан ойланыңыз. Енді осының барлығына шынайы өзімнің және менен сабақ алған адамдардың өмірінен мысалдар келтірейін. Әлі есімде, сол күйзелістемін. 2014 жылдың қаңтар айы. Туған жеңгемнен WhatsApp арқылы хат жазысып отырмыз. Жеңгем, мне надо самооценку поднять, яғни өз-өзімнің бағамды көтеруім керек дейді. Шыны керек, өмірімде естімеппін. Не сөз екенін түсінбегендіктен самооценка деген не деп сұрап едім, полюби себя деген Луиза Хейдің орыс тілінде кітабының суретін жіберіпті. Полюби себя, өзіңді жақсы көр. Содан самооценка дегенді орысшадан қазақшаға салып аударсам, өзін-өзі тұжырымдамасы деп шығады. Сондықтан білім алып, барлығын толық түсінгеннен кейін жалпақ тілге салып, өзін-өзі бағалау деп аударып алдым. Ал енді шындарыңызды айтыңыздаршы, бала кезімізде кім бізге сен өзіңді жақсы көруің керек деп айтып еді? Мен өзімді айтайын, маған өмірімде ешкім Камшат сен өзіңді жақсы көруің керек, немесе адам өзін жақсы көру керек дегенді айтпапты. Сабақты жақсы оқысақ, үй тірлігін жақсылап істесек, қана ой маладес, менің қызым ақылды, маған тартқан дегенді анда-санда еститінбіз. Мен балалық кезді есіме алсам, бәріміздің ата-анамыз бәленшенің қызын қарашы, таңертең сиырын айдап бара жатыр. Біреудің қыздарына, баласына қарасаң осы деп ылғи елдің балаларын мақтайтын. Мектепте бір нәрсе болып, мұғалім шақыртса, өз балаларын жерден алып жерге салатын ата-аналар да бар еді. Үйдегі бар дәмдіні елге беретін, бар жақсыны қонақтың аузына тығатын, қалаған ойыншықтарымызға, киімдерімізге, өмірі қолымыз жетпейтін, мұндайды алғымыз келетін айтпайтынбыз да. Өмірі ақша сұрамайтынбыз, себебі ақша жоқ деген ұғым кішкене күнімізден түпкі санамызға сіңіп қалған екен. Одан кейін әке-шешенің қабағына қарайтынбыз. Елдің сөзі, елдің көзқарасы деген тағы бар. Қарап отырсаң, өзіңнің емес, біреудің өмірін сүргендейміз. Өзімізге емес, үйдегілерге, біреуге ұнайтынды жасайды екенбіз. Мектеп бітірген кез бен отбасылы болған кездерді айтсаң, мұндай нәрсе өте көп. Әрине, әркімнің үйіндегі қарым-қатынас әртүрлі. Оны мен айтпасам да, өздеріңіз естеріңізге түсіріп, жақсы біліп отырсыздар. Мұның жақсы жағы көп. Біздің қонақжайлығымызды, кішіпейіл кеңпейілдігімізді, қазақи тәрбиемізді білдіреді.
Мұндай қазақы тәрбиенің қаншалықты жақсы екендігі туралы мен жазып отырмаймын. Себебі көптеген ұлы адамдардың жазып кеткендері бар. Қазір де айтылып жатыр. Мен бәрін құптаймын, тыңдаймын, керек жерін аламын. Үйренемін, балаларыма үйретемін. Дегенмен осындай тәрбиенің біздің өмірімізге кері әсерін тигізген жері жоқ емес. Қандай зиянын тигізді деп ойласаңыз да, сізге тәрбие берген ата-ананы кінәлап, оларға қарсы шығудан аулақ болайық. Ешқандай ата-ана баласын жаман болсын, бақытсыз болсын демейді. Ата-ана деген өмірдегі еш құндылыққа бергісіз қымбат жандар. Қазір қолыңызда барда сол ата-анаңыздың қадірін біліңіздер. Әркім өзінің көрген білгенін өзіндегі барды береді. Олар өздері не көріп өсті, соны шамалары келгенше бізге берді. Одан кейін ол кезде заман басқа, ол заманның баласы біз де басқа едік. Ата-анамыздың әңгімесін тыңдасақ, олардың балалық шағы, тәрбиесі тіпті басқа екен. Міне, сондықтан шығар, менің өзіңді жақсы көр деген сөзді өмірі естімегендігім. Себебі ата-анама ешкім олай үйретпеген. Өзім алғаш оқығанды, ақымақ па, өзін жақсы көргені несі деп таң қалып күлген едім. Оны жан тану әлеммен танысқалы, ата-анама, өзіме, адамдарға деген махаббатым секунд сайын артуда. Тіпті өзіме жамандық ойлап тұрған адамдарды да жақсы көруді үйрендім. Жүректе тек махаббатқа ғана орын болу керек екен. Содан әлгі өмірімде естімеген екі сөз күні-түні миымнан шығар емес. Телефондағы интернеттен Google арқылы іздеп көрдім. Луиза Хей деп тергенім сол еді, аффирмация деген тағы бір жаңа сөз шыға келді. Аффирмация дегендерді оқып, басқа әлемге кіріп кеткендей болдым. Түк түсіне алар емеспін. Кітапты қолыма алып, оқу арманға айналды. Сол кезде менде кітап тұрмақ, нанға ақша жоқ еді. Кітап дүкенін іздеп шығып, үйден 7-8 аялдама жүрген соң таптым. Кітаптың бағасы 850 теңге. Күндіз-түні ойлайтыным сол кітап. Және жаңағы 3 сөз. 3 апта бойы күнде кітап сататын дүкенге жаяу барып, кітаптың 1-2 бетін ашып көріп қайтамын. Кейін менде осы кітапты алып оқысам, менің өмірімде өзгеріс болады деген сенім пайда болды. Бар арманым кітапты алу. Бір күні әдеттегідей үйден кітап дүкеніне шығуға дайындалып жатқанда, туған ағам келіп қалды қонаққа. Үйдегі әр қайсымыздың қолымызға $100 берді. Сонымен қалтамда $400. Тойып тамақ ішетін болдым деп емес, кітап алатын болдым деп қатты қуанғаным есімде. Қыстың күні 3 апта бойы жаяу кітап дүкеніне күнде барғанда, менде кітапты алып оқу деген үлкен ниет бар еді. Алла ағам арқылы ақша беріп жіберіпті. Міне, ең бастысы ниет болса, нақты не керегін білсеңіз, қолыңыздан келген әрекетті жасасаңыз болғаны, қалғанын Алла ниетіңізге қарай береді, және барлығын өзі реттейді екен. Аффирмация. Сол күні кітап дүкеніне бірінші рет автобуспен барып, Луиза Хейдің 3 кітабын сатып алдым. Тоқтамай оқыдым. Кітапта бәрін кешір, өзіңді жақсы көр. Айнаға қарап, мен өзімді жақсы көремін. Мен өзімді қабылдаймын. Я люблю себя. Я принимаю себя деп айт дейді. Шынымды айтайын, түк те түсінбедім. Мен кітаптың ішінен өмірімді өзгерту үшін бәрін тез жасай салатын сиқырлы таяқша сияқты бір нәрсе күткендей болыппын. Желпілдегенімнің бәрі су сепкендей басылып қалды. Тіпті 7-8 аялдамалық жерге 3 апта бойы жаяу барғаныма, сол кітаптарды сатып алғаныма өкінгендей болдым. Бірақ не екенін қайдам, ішімнен бір тылсым күш мені авторға сендірді. Кітаптағы жаса дегеннің бәрін жасауға кірістім. Керемет өзгерістер пайда бола бастады. Дәл осы жердегі айтпағым аффирмация туралы. Себебі кітапты оқып отырған адамдардың арасында тура мен сияқты бұл сөзді түсінбейтіндер де болуы мүмкін. Ал кітаптың аяғына дейін көптеген аффирмация жазылған. Аффирмация деген бұл осы шақта белгілі бір жағдайларға қатысты қысқаша айтылатын жағымды, жақсы сөздер. Жалпы айтқанда, аффирмация жақсы сөз жарым ырыс деген мағынаны білдіреді мен үшін. Ал енді осыны түсіндіріп көрейін. Естеріңізде болса, бала күнімізде әжелеріміз жаман сөз айтпа балам, періштең әумин деп қояды дейтін. Бірақ әжелерімізден не біз сұрамаппыз, не олар айтпапты. Періштенің қалай, қайтып, неге әумин дейтінін. Содан кейін жақсы сөз жарым ырыс деген мақал бар. Осы мақалдың да түп тамырына, мағынасына өз басым үңіліп көрмеппін. Жалпы кез келген нәрсенің қарама-қарсы жағы бар. Биік аласа,
ұзын қысқа, ащы тұщы, қараңғы жарық, күн түн, ақ қара, ыстық суық, жақсы жаман және тағы басқа сияқты. Бізге керегі жақсы жаман дегені. Мысалға, біреу қоңырау шалып жағдай сұраса, көпшілігі ой ничего, сол жүрген үй жұмыс дейді. Ал енді адамдар ақша өзі немесе басқалар туралы ойлағанда не айтады? Көп ақша табу оңай емес, ақша өмірі жетпейді, ақша жоқ. Қазір адамдар жаман, қорқасын құрысын. Менің аяғым қисық, өмірі жолым болмайды. Қолымнан еш нәрсе келмейді, мен еш нәрсе жасай алмаймын дейді. Себебі біз жаттап алғанбыз. Өзіңіз ойлаңызшы, жағымсыз сөзді жыларман болып айтқанда біреу бір нәрсені бөліп бере ме? Әлде жағдайың жақсара ма? Әрине жоқ. Ендеше, керісінше, менде бәрі керемет, тамаша, Аллаға шүкір, күштімін деп үйренейік. Сондықтан кері кетіретін, артқа тартатын жоғарыдағы сөздерді ақша табу оңай және тез. Менің ақшам жеткілікті. Ақша көп, адамдардың барлығы жақсы. Мен әдемімін. Менің жолым болғыш. Менің қолымнан барлығы келеді. Мен қалағанымның барлығын жасай аламын деп өзгертіңіз. Күнделікті өмірде аузымыздан шыққан әрбір сөз ешбір мәні жоқ жай сөз ғана болып көрінгенімен сіздің өміріңізге, болашағыңызға әсері зор. Бұған көз жеткізу үшін бүгіннен бастап амандасқаннан кейінгі аузыңыздан шығатын сөздің бәрін бақылаңыз. Егерде аузыңыздан жаман, жағымсыз, жылаңқы сөздердің біреуі болсын шығатын болса, сол сөзді жоғарыдағы мысалдағыдай қарама-қарсы, яғни жақсы жағынан ауыстырыңыз. Енді сіздерге мысал ретінде әртүрлі жағдайға қатысты қысқаша аффирмацияларды көрсетейін. Өз-өзімізді жақсы көріп, өз-өзіміздің бағамызды самооценка көтерумен жұмыс істегенде айтылатын аффирмациялар. Мен өзімді толығымен кешірдім. Мен өзімді жақсы көремін. Мен сұлумын. Мен әдемімін. Мен өзіме сенімдімін. Мен бақыттымын. Өмірде барлық жерде сәттілік маған есігін ашады. Ақшаға қатысты материалдық жағдайыңызды жөндегіңіз келгенде айтуға болатын аффирмациялар. Мен баймын. Менің ақшам көп. Ақша табу оңай. Ақша маған жан-жақтан әртүрлі халал жолмен ағылып келеді. Ақша маған оңай және тез келіп жатыр. Әрбір келген ақша маған жақсылыққа келеді. Денсаулықты жақсарту үшін қажетті аффирмациялар. Менің денім сау. Менің аяқ-қолым тез қимылдайды. Мен денсаулыққа пайдалы, дұрыс тамақтарды жеймін. Менің денсаулығым күн сайын жаңарып, жасарып келеді. Жалпы, аффирмация туралы қысқаша осы. Аффирмацияның адам өміріндегі маңызы және қалай қолданатынымыз туралы алдағы бөлімдерде оқисыздар. Луиза Хей. Ал енді мен осы аңыз адам туралы өзімнің аздаған пікірімді жазбасам дұрыс болмас. Луиза Хей, қазір 90 жаста, Лос-Анджелесте 1926 жылы 28 қарашада дүниеге келген. Оның балалық шағы кедейлік пен молшылықта Чикагода өткен. 5 жасар Луизаны көрші алқаш зорлап кеткен. Шешесі біреудің үйінде жалданып жұмыс істеген. Өгей әкесі болған. Жасы кәмелетке толғанда Луиза басқа штатқа кетеді. 15 жасында ана атанады. Нәрестесін біреулер асырап алады. Луиза жастық шағын сәнгерлер үйінде өткізеді, сән көрсетіп жүреді. Сол аралықта миллионердің көзіне түсіп, соған тұрмысқа шығады. Керемет дәулетті, тірлікті сезініп өмір сүреді. Арада 2 жыл өткенде ажырасады. Луиза қайтадан өзінің сән алаңына оралады. Бір күні Луиза психологиялық дәріс тыңдауға барады. Дәрісте бұрын өзі естімеген жан әлемі туралы ақпараттар естиді. Содан ол толығымен арнайы психологиялық курстарды оқуға кірісті. Луиза сабақ барысында өзінің рухани жанын, ішкі дүниесін түсінеді. Сол аралықта өмір оны тағы ауыр сынақтармен қарсы алады. Дәрігерлер Луизаға қатерлі ісік дертін қояды. Шұғыл арада химиялық ем алу қажеттігін айтады. Луиза дәрігерлерден уақыт беруін сұрайды. Дәрігерлер 3 ай уақыт береді.
Содан Луиза өзін-өзі тазалаумен айналысады, шіркеуге жиі барады. Луиза қатерлі ісіктің пайда болу себебі ретінде өзінің әлі де біреулерге ренжулі екенін кешірмегенін түсінеді. Ол жан-тәнімен барлығын, тіпті 5 жасында өзіне зорлық көрсеткен көршісін де кешіріп, өткеннің барлығын өзінен аластауға шешім қабылдайды. Керемет аффирмацияларды айтып, өзінің ішкі жан дүниесін тазалайды. 6 ай өткенде Луиза дәрігерлерге барып, қайта тексеруден өткенде барлығы сараптаманың нәтижесін көріп аң-таң болады. Себебі Луиза қатерлі ісік дертінен құлан таза болып айыққан еді. Содан Луиза өткен күндердің өкпе реніші, өкініші адам баласының денсаулығына зиянын ғана келтіретінін, осындай үлкен қатерлі ауруға шалдықтыратынын түсінеді. Ары қарай ол адамның жан әлемінің қыр-сырын танып білуге кіріседі. Міне содан бері Луиза Хей 30-дан аса кітап жазды. Оның кітаптары 50 елде аударылып, 50 миллионнан аса кітабы сатылды. Ол ең бірінші адамды өзін жақсы көруге, өзін бағалауға, өзін және өзгелерді кешіруге, өмірді жақсы көруге, ішкі жан дүниесін тек махаббатқа толтыруға шақырады. Бірнеше елді аралап, көптеген адамдарға көмектеседі. Ол аффирмацияның нағыз анасы. Қазіргі таңда өзінің Хей Хаус баспа үйін басқарады. Үлкен қайырымдылық қоры бар. Луизаның қайырымдылық қоры спидпен ауыратындарға үлкен рухани және қаржылай көмек беруде. Жер бетіндегі адамдарға оның көмегі кітабы арқылы тиюде. Сол адамдардың қатарына мен де бармын. Мен Луиза Хейдің кім екенін танымасам да, өзін көрмесем де жазғандарына сендім. Авторыға сендім. Үзбей кітаптарын оқып келемін. Сана және түпкі сана. Сана бұл жоғары апаратын жол емес, бұл ішке қарай жетелейтін жол. Қолыңыздағы кітапты ары қарай оқымас бұрын қолыңызға қалам қағаз алыңыз. Керек жерлерін жазып алып, сызып, белгілеп отырыңыз. Белгіленген жерлерге қайта келіп, жаттығуларды орындаңыз. Бұдан кейін де қалам мен қағаз сіздің сиқырлы таяқшаңызға айналады. Кез келген уақытта жағдайды өз қалағаныңыздай етіп, жақсы жаққа өзгертіңіз келсе, алғашқы кезде міндетті түрде жазуыңыз керек. Жазба жұмысының көмегі өте көп. Күніне қанша рет мүмкіндік болады, сонша рет жазғаныңызды көшіру. Бірнеше рет дауыстап оқу. Кез келген жерде іштей қайталау және жазғандарыңызды таңертең, кешке 5 минуттан елестету керек. Яғни ертең кім болғыңыз келеді, дәл бүгін өзіңізді солай ұстауыңыз керек. Ол үшін күндегі осындай қайталаулар арқылы миды сендіруіміз шарт. Неге барлығын күн сайын 90 күн бойы қайталаймыз? Бұл туралы мамандардың жазған әртүрлі ой-пікірлері бар. Мысалға, 2006 жылы Уилл Боун 21 күн бойы жағымсыз ой ойламай, жағымсыз сөз сөйлемей, өсек айтпай, ешкімге шағымданбай өмір сүру керектігін және жаңа өмір сүрудің белгісі ретінде қолға күлгін түсті білезік тағып алуды. Егерде адам осы уақытқа қандай да бір жаман ой ойлап, жағымсыз сөз сөйлейтін болса, білезікті екінші қолына ауыстыру керек. Солай 21 күн толық өзіне есеп жасағанша деп өз кеңесін ұсынған. Бұл жерде Уилл Боун адам бойында қандай да бір жаман әдеттен арылу үшін 21 күн бойы бір қолға білезік тағуды ұсынғаны. Егерде жағымсыз әдеттің қайсы бірін жасап қойсаңыз, білезікті екінші қолға тағасыз. Толық 21 күн бойы тек жақсы ой ойлап, жақсы сөз сөйлеуіңіз керек. Одан кейін білезік көзіңізге түскенде, сіздің жаңа өмір бастағаныңызды есіңізге салып отырады. Өзімнің жасағаным және сондағы түсінгенім қағазға жазғанда миымыз, қолымыз, көзіміз, аузымыз сияқты сезім мүшелеріміз іске қосылады. Әр жазғанда керемет толқында отырасыз. Ал енді 90 күн бойы күнде жазсаңыз, санаға тез сіңеді. Есіңізге тез сақтап аласыз. Содан сіздің бойыңыздағы қуанышты эмоциялар, вибрациялар іске қосылады. Бірте-бірте ми сене бастайды. Ақырында айтып жатқаныңызға өзіңіз сеніп кетесіз. Қалай осының барлығы сіздің бойыңызда пайда болады, немесе бойыңыздағы осы сезімдер оянады, өміріңіз тек қана өзіңіз қалағандай жақсы жаққа өзгере бастайды. Біз
өзіміздің бұрыннан келе жатқан жағымсыз ойымызды, сөзімізді, ескі әдеттерімізді қарама-қарсы, яғни жақсы жағына өзгерту арқылы бүкіл өмірімізге қатыстының барлығын өзгерте аламыз дедік. Ал енді мұндай жағымсыз ойлар бізге бір күнде келген жоқ. Сонау бала күннен бастап бүгінгі күнге дейін күн сайын үйдегілерден, қоршаған ортадан есту, теледидардан көру, тағы басқа, яғни күнделікті қайталау арқылы біздің санамызға сіңіп қалған. Адамдардың көпшілігі мәселенің шешуін ақшаға келіп тіреп қояды. Бақытсыз болуларына тек ақшаның жетіспеушілігін кінәлайды. Сондықтан мысал ретінде ақша туралы сөздерді көп қолданып жатырмын. Мысалға, күнде жиі еститін ақша жоқ, ақша өмірі жетпеді, оңай ақша қайдан, басым ауырып тұр, көңіл күйім жоқ дегендерді алсақ, біз осындай сөздерді күніне бірнеше рет естиміз. Және біреулердің басы біріксе, ауыздарынан осы немесе осыған ұқсас сөздер жиі шығады. Бұған ешкім кінәлі емес. Бұл біздің түпкі санаға сіңіп қалған, сондықтан ойланбастан автоматты түрде ауыздан шығады. Ал енді осыларды дәл қазір ақша көп, мен үшін ақша жеткілікті, ақша маған оңай және тез қалағанынша келіп жатыр. Мен өзімді керемет сезініп тұрмын. Көңіл күйім тамаша деп өзгертіп көрейік. Екінші айтылған жақсы сөздерге бір айтқанда сендіңіз бе? Әрине жоқ, сенбейсіз. Сіз емес, оған ми сенбейді. Бір-ақ рет айтылғанда, сіздің санаңыз ондай жаңалықты, жақсы сөздерді, жақсы әдеттерді бірден қабылдамайды. Осы жерде барлығы түсінікті болу үшін адамның басы туралы қысқаша айта кетейік. Жалпы мамандар адамның басын екіге бөліп қарауға болатынын айтқан. Жалпақ тілмен айтқанда, басты қабақтың тұсынан төмендегі суреттегідей көлденеңнен екі бөліп қарайық. Жоғарғы жағы бұл сана, төменгі жағы бұл түпкі сана. Мамандар адамда 5 жасқа дейін түпкі сана болмайтындығын, яғни тек сана болатынын айтады. 5 жасқа дейін ақша жоқ, қымбат, ұрсады, ауырады, тағы басқа деген сияқты шектеулердің, тыйымдардың мағынасын бала мүлдем білмейді, түсінбейді. Сондықтан тарсылдаған дыбыстарға селк еткені болмаса, басқа еш нәрселерден қорықпайды екен. Мысалы, нәресте 1 жасқа жақындай бастағанда жан-жағындағылардың жүргенін көреді. Күн сайын айналасындағы адамдардың жүргенін көрген баланың санасы жүруге әрекет жасатады. Бала өзі көргенді қайталайды. Бала жаңадан тәй-тәй басқанда құлайтынын білмейді. Құласа бір жері ауыратынын да білмейді. Тіпті құласа болды, қорқам, енді жүрмеймін деп қорқып тоқтап қалмайды. Қайта тұрып жүруге әрекеттенеді. Толық жүріп, жүгіріп кеткенше қайта-қайта осылай сүрініп жығылып, әрекет жасап ақыры жүреді. Тек қатты айқай, жағымсыз дауыстардан басқа еш нәрседен қорқуды білмейтін балаға ес білген сайын үлкендер әртүрлі жүгірме, секірме, мінбе, құлайсың, ауырады, айқайлама, шулама, әкең ұрсады. Қымбат ойыншық алуға болмайды, ақша жоқ, сен ақымақсың, олай айтуға болмайды, сенің қолынан түк келмейді, сен адамды ұятқа қалдырасың, тағы басқа деген сияқты сөздерді айтып, шектеулер қоя бастайды. Тыңдамаса ұрсады, ұрады. Міне осыларды жиі естіген әр баланың санасы мұндай сөздерді әртүрлі қабылдайды. Сөйтіп түпкі санасына шектеулерді үйдің фундаментін қалағандай жинай береді екен. Мұны түпкі санадағы бағдарлама десе де болады. Мысалы, қымбат затты алуға болмайды, себебі ақша жоқ. Сен ақымақсың деген сияқты сөздерді жиі естіген баланың түпкі санасында жоқшылық, жетіспеушілік, кедейлік, өзіне сенімсіздік секілді жағымсыз шектеулер қалыптасады. Өсе келе шектеулердің түрі де көбейеді. Адам ары қарай өмірде де өзін барлығынан шектеп, кез келген тақырыпта жоғарыдағыдай автоматты түрде жағымсыз ой ойлап сөйлейтін болады. Ал енді ата-анасынан менің балам батыр, ақылды, әдемі, жеңімпаз, чемпион, мен саған сенемін, сен барлығын жасай аласың, тағы басқа деген сияқты құлаққа жағымды мақтауларды, өзіне сенімділік беретін жылы сөздерді жиі естіп, еркін өскен баланың түпкі санасындағы ойлары мен бағдарламасы мүлде басқаша қалыптасады. Мұндай балалар өсе келе өмірде өз мақсаттарын тауып, көп жағдайда жетістікке қол жеткізеді.
бізге керек пе, керек емес пе, маңызды емес. Түпкі санаға қалыптасқан ойдың барлығын өз өмірімізге тартамыз. Жалпақ тілмен айтқанда, түпкі санадағы ойымыз бағдарламамыз. Қалай қалыптасқан болса, өміріміз солай қалыптасады. Немесе өміріміз жақсы ой ойласақ, жақсы, жаман ой ойласақ, жаман болады. Енді осыны түсіндіріп көрейік. Мына суреттегі жоғарғы санамыздағы антенналар бұл біздің көру, есту, ес сезу, дәм сезу, ұстап сезіну сияқты әртүрлі сезім мүшелеріміздің бар екенін білдіреді. Жоғарғы санамыз осындай сезім мүшелері арқылы күн сайын көптеген ақпаратты естиді, көреді. Мысалға, теңгенің құны түсіп жатыр, азық-түлік қымбаттады, қалада тұмау жүріп жатыр, тағы басқа сияқты әртүрлі ақпараттарды күніне бір емес, бірнеше рет елден естиді, жаңалықтардан көреді, әлеуметтік желілерден оқиды. Санамызда осындай ақпаратты қабылдау-қабылдамау деген таңдау мүмкіндігі бар. Ал енді таңдау құқығы, қабылдау-қабылдамау дегеніміз не? Қалада тұмау жүріп жатыр екен деген рас өтірігі белгісіз бір ақпаратты алайық. Біреулер осы ақпаратты естіп алып, жан-жағындағының барлығына қайта-қайта ескертіп айтып, күндіз-түні тұмау ойынан кетпей, ауырып қалмайын, жұғып кетпесін деп уайымдап, бойын үрейлі эмоция билеп, артық түшкіргеннен де, жөтелгеннен де сақтанып жүріп, ақырында ауырады. Ауырғанда да қатты ауырады. Адамдардың мұндай қайта-қайта айту, уайымдау, күндіз-түні эмоциямен ойлау сияқты іс-әрекеттері кез келген ақпаратты сананың қабылдауына апарып соқтырады. Сіз қалайсыз ба, қаламайсыз ба, сана қабылдайды. Себебі кез келген ақпаратты сұрыптайтын, жақсы-жаман дегенді ажырататын санамызда сүзгі фильтр жоқ. Жоғарғы сана қабылдағанды түпкі сана тек орындайды. Өйткені түпкі санада қабылдау-қабылдамау деген таңдау мүмкіндігі жоқ. Ауру дегенді ойлай бердіңіз бе? Мә, саған ауру, ала ғой, қанша керек, қай түрі керек деп түрлі-түрлісін береді екен. Себебі сіз ауруға тапсырыс бердіңіз. Өзіңіз берген тапсырысқа ие боласыз. Атам қазақтың жұт жеті ағайынды және жоқтың түбі жоғалар дегендері мүмкін осы ма деймін. Осы мысалды жалпақ сөзбен айтқанда, сіз қанша ауырғыңыз келмесе де ауырасыз, немесе неден қатты қорықтыңыз, соған тап боласыз. Сондықтан әрбір ойға, сол ойды пайда қылатын жағымсыз ақпаратты естіп көруден аулақ болыңыз. Әрбір ойыңыз бен сөзіңізге сақ болыңыз. Осы жерде адамдарды екі типке бөліп қарауға болады екен. Мысалға, екі бірдей сырқатпен ауыратын адамдарды алайық. Біреу өмірге құштар, онда өмір сүрем деген талпыныс бар. Жеңіске жетем деген сенім бар. Тек қана жақсы ой ойлап, жақсы сөз сөйлеп, көңілді жүреді. Ал екіншісі ауруды тапқан күннен бастап басы салбырап, күні-түні уайымдап, қай күні өліп кетер екенмін деп түңіліп кеткен. Әрине, өмірге құштар адам аурунан тез айығары сөзсіз. Ал енді екінші типтағы адамның ойы, сөзі, өмірге деген көзқарасы түзелмейінше ем қонбайды. Тіпті әлемдегі ең мықты дәрігерге апарса да, себебі кез келген жерде жеңіске жетудің 90% адамның тек өзіне байланысты. Яғни ойы, сөзі, көзқарасы, сенімі түзелмесе, ісі алға баспайды екен. Ал енді кейбір адамдардың керісінше шынымен бүкіл қала тұрмақ, жанындағыларға тұмау болып жатса да бәрібір басын ауыртпайды, көңіл бөлмейді. Мұндай ақпараттар оларды айналып өтіп кетеді. Өткенге шолу. Нағыз бақыт қазір және осы жерде. Оның өткенге және болашаққа еш қатысы жоқ. Ошо. Қарап отырсақ, өз өмірімізде болып жатқан барлық жағдайлар соңы белгісіз бір қорқынышты, қиын жұмбақ сияқты көрінгенімен, кез келген жұмбақтың шешімін өзіміз қалағандай етіп шеше аламыз. Ендеше бірге шешейік. Кез келген жерде тірлігіңізді мен үшін өмірде бәрі оңай және тез деген аффирмациямен бастаңыз. Әр адам өз өмірінің авторы дегенді көп естиміз, бірақ кім қаншалықты осы туралы терең ойланып көрді? Расында ол солай екен. Ендеше алдағы бөлімдерде бірге отырып, әркім өз сценарийін жазсын. Жарқын болашағымыздың сценарийін жазбас бұрын біз өткен шағымыздағы өкпе реніштерімізді өзімізден аластап, ол күндердің парақтарының бетін жауып, барлығын өзіміздің қалауымызша басынан бастауымыз керек. Ол үшін дәл қазір отырып, сәл өткенге көз жүгіртейік.
және қазіргі жағдайымыз туралы ойланайық. Кім кінәлі? Немесе осындай жағдайға жеткеніміз кімнің арқасы? Енді не істесем болады? Неден бастасам екен деген сияқты сұрақтар барлықтарыңызды мазалап жүргені рас. Қазіргі жағдайыңызға қарай әркімнің жауабы әртүрлі болары сөзсіз. Әзірше өткеніңізді ойлаңыз, барлығын есіңізге түсіріңіз. Қысқаша айтқанда, сонау ес білгелі балалық шақтан дәл қазіргі сәтке дейін саяхат жасаймыз. Қолыңызға қалам қағаз алыңыз. Бір жыл бұрынғы сәттеріңізді есіңізге алыңыз. Кім ренжітті? Кімге ренжідіңіз? Қиналған кезіңіз, жұмысыңыз, кері кеткен кез, үйдегі ұрыс, түсінбеушіліктер, өзегіңізді өртеген өкініштер, өзіңізді кінәлаған кезіңіз, өмірден түңілген кезіңіз, жоқшылық ақшадан қиналған сәттеріңіз, тағы басқа осы сияқты жүрегіңізді ауыртқан сәттерді, ренжіскен адамдарды түгел еске алыңыз. Барлығын тізіп жазыңыз. Енді 5 жыл бұрынғы дәл сондай кездеріңізді есіңізге түсіріңіз. 10 жыл бұрынғы кезіңіз, студент кезіңіз, баянсыз, сәтсіз, жауапсыз махаббаттар, балалық шағыңыз, ата-ананың сізге қарым-қатынасы, үйдегілердің сізді кемсіткен тұсы, басқа бауырларыңыздың сізден артық көріп ата-анаға ренжіген тұстарыңыз, бауырларыңыз, мектептегі мұғалімдер мен оқушылардың сізге деген қарым-қатынасы, мектепте әдемі қалаған киімдеріңізге қолыңыз жетпей қалған кездеріңіз, ата-ананың қабағынан қорқып өз ойыңызды еркін жеткізе алмай іштен тынған кездеріңіз, үйдегілер біреудің балаларымен салыстырып сізді кемсітіп ұрысқан сәт, елдің ата-анасына қарап қызыққан сәттер, үйдегі көп нәрсеге сізді кінәлаған кездер, студенттік дәурен, достардың сатқындығы, отбасылы болған уақыт, жолдасыңыздың қатты ренжіткен кездері, қайын жұрттың нашар қарым-қатынасы, айта берсек өте көп. Сондықтан өзіңізге қатысты осындай жағымсыз сәттің барлығын есіңізге түсіріңіз. Қанша парақ болады, тізіп жазыңыз. Сізден басқа ешкім оқымайды, ешкім көріп тұрған жоқ. Сондықтан өзіңізді алдамай, шындықтың барлығын біреуге ақтарылып айтып отырғандай толығымен ашып жазыңыз. Оқыңыз, сөзсіз жылағыңыз келеді, жылап алыңыз. Сосын рахмет сендерге, менімен осы күнге дейін бірге болғандарыңа рахмет. Жалпы менің өмірімде дәл осындай жайсыз жағдайлармен қалсаңдар да болғандарыңа рахмет. Осының барлығына мені лайық көрген үшін, дәл қазір барлығын есіме түсірген үшін, және барлығын кешіріп өмірімен босатуға мүмкіндік берген үшін Аллама рахмет. Мен жаңа өмір бастауға шешім қабылдадым. Сондықтан енді сендерге менің өмірімде орын жоқ. Мен сендерді дәл қазір осы жерде толығымен өзімнен босатамын. Аллах маған барлығын кешіруге мүмкіндік берді. Мен өзімді де өзгені де толығымен кешірдім. Мен барлығын кешірдім. Мен барлығына алғыс айтып өзімнен босатамын. Мен өзімді кешірдім. Мен қалай бармын, өзімді толығымен солай қабылдаймын. Барлығына Алланың нұры жаусын. Деп отырып, жазған қағаздарыңызды түгел жыртыңыз, өрттеңіз. Өртке қатысты қауіпсіздік ережелерін сақтауды ұмытпаңыз. Өртеп отырып барлық жазғандарыңыз сіздің ішіңізден шығып, жалынмен түтінмен көкке ұшып жатқанын сезініңіз. Енді терең тыныс алыңыз, яғни мұрынмен ішке, ауызбен сыртқа, тағы, осылай 3-4 минут қайталаңыз. Содан кейін мына аффирмацияларды айтыңыз. Мен жаңа өмір бастауға шешім қабылдадым. Менің шешімім өзіме ұнайды. Мен үшін барлығын жаңадан бастау өте жеңіл. Мен үшін барлығын кешіру өте оңай және тез. Мен өткенімді өзімнен оңай босатып жатырмын. Мен өзімді кешірдім. Мен өзімді қалай бармын, солай қабылдаймын. Мен өзімді жақсы көремін. Мен барлығын кешірдім. Бұл өкпе-реніш, кек, ашу-ыза дегендер көзге көрінбейді, қолға ұсталмайды. Бірақ жүректі жаралайтын жағымсыз сезім. Мұндай сезімдер белгілі бір жағдайға, оқиғаға, қандай да бір адамдардың жағымсыз іс-әрекеттеріне қарай пайда болады. Көбінесе өміріндегі сәтсіздіктер үшін біреулерді кінәлаудан пайда болады. Ал адам өткенін ылғи есіне түсіріп, осы сезімдерді бойында ұстап жүрсе, ешқандай жетістікке жетпейді.
өзін шынайы бақытты сезіне алмайды, жүрегі махаббатты сезінбейді. Жүрегінде махаббат емес, тас тұрғандай болады. Бір сөзбен айтқанда, рахаттанып, қанатын кеңге жайып, самғап алысқа ұша алмайды. Іштегі өкпе наз, ылғи артқа тартып тұрады. Өзіңізге тек ауру табасыз. Қазіргі өміріңізде болашақта ешбір маңызы жоқ осындай өкіну, ренжу, кек сақтау деген сезімдер сізге керек пе? Өзіңізге ғана зияны тиіп жатқан ауыр жүк, ал енді осындай жаттығуды жасағанда, ол сезімдерді жүрегіңізден қолыңызбен ұстап алып шықпасаңыз да, иығыңыздан ауыр жүк түскендей кәдімгідей жеңілдейсіз. Бұл көптеген әлемдік психологтардың кеңесі. Мен қалам қағаз алып жаза бастағанда есіме небір оқиғалар түсті. Сонау ес білгелі бірталай өкпе-реніш жиналып қалған екен. Уақыт емші деп, күн өткен сайын кейбіреулерін ұмытқандай болады екенбіз. Ал шын мәнінде өткенге деген өкпе-ренішім жүрегімнің түбінде жатқан екен. Қиналған сәтте кейбіреулері есімізге түсіп, соған қатысты адамдарды кінәлап жылайтынымыз анық. Неше жылдан бері келе жатқан ауыр жүк десеңізші. Барлығын жазып, ағыл-тегіл жылап, рахмет айтып жыртып, өртеп көзімді алмай қарап отырдым. Содан 2-3 минуттан бірнеше рет терең тыныс алдым. Өзімнің түрімді көргім келіп айнаға қарадым. Айнаға қарап отырып, тәп-тәтті болып ұйықтап жатқан 9 айлық қызыма көзім түсті. Содан қайта айнаға қарағанымда айнаның ар жағынан әбден ренжіген бейкүнә 1-2 жасар кішкентай қызды көрдім. Яғни кіп-кішкентай өзімді көрдім. Қанша жылдан бері осындай ауыр жүкті кіп-кішкентай қыздың мойнына қалайша арқалатып келгенмін дедім. Содан айнаға қарап тұрып, қолымнан бетімді, басымды сипадымдағы. Жаным, балапаным сол, кешір мені, енді саған мұндай жүк арқалатпаймын. Бүгіннен бастап сені жақсы көретін боламын. Енді сені ешкім ренжітпейді. Еш қорықпа, өмір тамаша, сен ең тамаша жансың. Мен сені жақсы көремін. Мен сенің қалағаның бәрін жасаймын. Қорықпа жаным, барлығы артта қалды деп өз-өзімен сөйлестім. Бұл өмірде болмаған керемет бір кезең еді. Сөзбен жеткізу мүмкін емес. Мұны әркім жасап басынан өткізіп сезіну керек деп ойлаймын. Қарап отырсам, әр адамның ішінде өзінің кішкентай мені болады. Сонымен тіл табысыңдар деген психологтардың кеңесін жасаған екенмін сол кезде. Барлығын жазып, өртеп, өшіріп, өзіңнен босатып, терең тыныс алып, өзіңе қажетті керемет аффирмацияларды бірнеше рет айтып болған соң, байқасаңыз кәдімгідей жеңілдеп қаласыз. Бұл өткен өмірдің парақтарын мәңгілікке жауып, өзіміздің қиялымыздағыдай бақытты жаңа өмірдің парақтарын ашамыз деген сөз. Ендеше ары қарай жылжайық. Кітапты аяғына дейін оқып болған соң, осы беттен бастап жаңа дәптерге алғашқы жазба жұмысын бастаңыз. Ол үшін өзіңізге ұнайтын әдемі жағдайыңыз бен мүмкіндігіңізге қарай жаңа 4-5 қалың дәптер алыңыз. Себебі жазба жұмысы көп. Өзін-өзі бағалау, самооценка. Неғұрлым өзіңізді жақсырақ сезінсеңіз, соғұрлым өзіңізді бағалауыңыз жоғары болады. Ал неғұрлым өзіңізді бағалауыңыз жоғары болса, соғұрлым мақсатыңыз биік болады. Неғұрлым мақсатыңыз биік болса, соғұрлым өмірде көптеген жетістікке қол жеткізетін боласыз. Брайан Трейси. Ендеше алғашқы дәптер бұл өзін-өзі бағалауға, самооценкаға арналады. Оны ашып, мен қазір сондай бақыттымын және Аллаға айтар алғысым шексіз деп жазыңыз. Содан кейін өмірде нені қалайсыз? Үй болса қандай үй? Қанша бөлмелі? Қай жерде орналасқан? Ауласы, ішіндегі жиһазы, терезелері, қайда қараған? Ол үйде кімдермен тұрасыз? Көлік болса маркасы, түсі, іші, жылы қандай? Ақша болса сомасы қанша? Ай сайын ба, күн сайын ба, жылына ма, нақты қанша ақша? Банктердегі есеп шотыңыз, қандай киім кигіңіз келеді? Адамдармен қандай қарым-қатынасты қалайсыз? Денсаулығыңыз, жұмысыңыз, әріптестермен қарым-қатынасыңыз, отбасыңыз, жолдасыңыз, екеуіңіздің қарым-қатынастарыңыз, қандай сыйлық алғыңыз келеді, қанша балаңыз болғанын қалайсыз? Ата-анаңызбен, қайын жұртыңызбен, бауырларыңызбен, көршілеріңізбен қандай қарым-қатынасты қалайсыз? Достарыңыз, кімдермен араласқыңыз келеді? Нақты, конкретно, қандай өмірді қалайсыз, соны толық және осы шақта жазыңыз.
Мысалы, мен қазір сондай бақыттымын және Аллаға айтар алғысым шексіз. Менің Алматыда терезесі тауға қараған бөлмелері жарық, кең 5 бөлмелі 200 шаршы метрлік үйім бар. Ауласы 10 соттық. Есік алдында бассейн, бау-бақша бар. Мен үйімде отбасымен тұрамын. Балаларымның әрқайсының өз бөлмелері бар. Үйімде спорттық жаттығуға арналған бөлме бар. Үйім толығымен германиялық жиһазбен жабдықталған. Біз тату-тәтті, бақытты отбасымыз. Жолдасы мені керемет жақсы көреді. Біз бір-бірімізді сыйлаймыз. Біз барлығын ақылдасып шешеміз. Жолдасы маған тосын сый жасап қуантқанды жақсы көреді. Біз бір-бірімізді мақтан тұтамыз. Біздің балаларымыз сондай бауырмал, ақылды, білімді. Балаларым өздері қалаған қосымша сабақтарға, спортқа, үйірмелерге қатысуда. Балаларыңыздың немен айналысқанын қалайсыз? Нақты жазыңыз. Біз үлгілі отбасымыз. Менің 2015 жылғы аппақ Toyota Camry 50 автокөлігім бар. Ай сайын жан-жақтан әртүрлі халал жолмен 5 миллион теңге маған бізге оңай және тез келіп жатыр. Барлық банктегі есеп шоттарым ақшаға толы. Мен өзіме және отбасыма қалағанымды оңай және тез ала аламын. Біз қаржылай еркіндікте рахаттана өмір сүреміз. Біз отбасымызбен әлемдік маркалы киімдерді киеміз. Ата-ана мен бауырларым үшін мен ең қадірлі де сүйікті қыздарымын. Мен үйдегілердің мақтанышымын. Ата-енем мені туған қыздарындай жақсы көреді. Олар әрдайым менімен ақылдасып отырады. Көршілерімізбен өте жақсы қарым-қатынастамыз. Менің жетістікке жеткен білімді, ақылды, сенімді достарым өте көп. Менің денім сау. Мен күн сайын спортпен айналысамын. Мен білімдімін. Бұл сіздерге түсінікті болу үшін келтірілген қысқаша мысал. Әркім өзінің қалаған қиялындағы өмірді осы шақта шамамен осылай жазсын. Жазғаныңызды алдағы 90 күн бойы таңертең кешке көшіріңіз. Қиялыңыз кеңейіп, тағы бір нәрселерді қосқыңыз келіп жатса, қосып жазыңыз. Дәптердегіні күн сайын таңертең кешке мүмкіндік тауып, дауыстап оқыңыз. Оқығаныңызды диктофонға жазып алып, үй шаруасын жасап жүргенде, сыртта жүргенде тыңдаңыз. Міне, осылай күнде қайталап жүргенде, ақырындап сіздің бойыңызда керемет қуанышты сезім, эмоция оянады. Осы қуанышты сезім, эмоция бойыңызда пайда болғанда, өзіңізге қажетті жазғандарыңызды дауыстап, секіріп, сезініп айтыңыз. Айтып жатқандарыңызға қол жеткізгенде елестетіп, сезініп айтсаңыз, мида сенеді. Міне осы кезде сізге қонаққа сенім деген ғажайып сезім келеді. Одан кейін көңіл күйіңіз керемет болып, басыңызға небір керемет идеялар келіп, әрекеттер жасайтын боласыз. Кез келген басыңызға келген идеяларды жазып жүріңіз. Әрине, құры жазып айтып отырғаннан көктен, терезеден еш нәрсе түспейді, немесе бақыт пен байлық өзі есікті қағып келмейді. Міндетті түрде әрекет және үлкен сенім керек. Осыларды 90 күн жазу, оқу, қайталаудың себебін және жоғарғы сана мен түпкі сана дегендерді тағы да мынандай қарапайым мысалмен түсіндіріп көрейін. Мысалға, жазда қандай жемісті жегіміз келсе, көктемде сол жемістің бірінші дәнін ұрығын егеміз. Одан кейін күнделікті суғару арқылы кез келген жеміс ағаш ең бірінші төмен қарай тамырланады. Содан кейін жақсы күтімнің, яғни арам шөбін жұлу, суғарудың арқасына белгілі бір уақыт өткенде жемісін берері сөзсіз. Ал енді бар көңіліңізді бөліп, жақсы күтім жасасаңыз, егін жемісін керемет етіп, күткен уақыттан ертерек беруі де мүмкін. Дәл осылай жоғарыда айтылған ақша көп. Мен үшін ақша жеткілікті. Ақша маған оңай және тез қалағанымша келіп жатыр. Немесе мен ақылдымын, мен әдемімін, мен өзімді жақсы көремін, мен адамдармен оңай және тез тіл табысамын деген сияқты жаңа сөздерді де егін деп алыңыз. Яғни жоғарғы санаңызға егілген жаңа егінделік. Осы жазғандарыңызды күнделікті қайталау арқылы, аффирмацияларды айту арқылы егінді суғарамыз. Ол жеміс, яғни жаңа сөз, жаңа әдет ақырындап сіздің түпкі санаға қарай тамырын жая бастайды. Бұл жердегі арам шөп күнделікті басымызға келіп кететін, әртүрлі күдік туғызатын, үрей шақыратын жағымсыз ойларымыз. Мұндай жағымсыз ойлар бізге дейінде болған, бола да береді. Өзіңізбен аянбай еңбек ету арқылы ғана мұндай жағымсыз ойлардан арыла аласыз. Белгілі бір уақыт өткенде
керемет жемісін жейтіңіз сөзсіз, яғни қалағаныңызға қол жеткізесіз. Еккен егінді жарты жолда қараусыз қалдырсаңыз не болады? Бәрі қурап, орнын арам шөп басады. Міне тура сол сияқты санамызға еккен жаңа сөз, жаңа әдеттерімізді де орта жолда тастасақ, орнын арам шөп сияқты жағымсыз ойлар жаулайды. Санамызға не ексек, соның жемісін жейтінімізді ұмытпайық. Яғни асқабақ егіп тұрып, ол жерден картоп жинаймын демейсіз. Сондықтан не қалайтыныңызды дұрыстап, дәлірек, нақты анықтап алыңыз. Кейбір кісілер жазбай-ақ қойсақ болмай ма деп сұрап, уақыт жоқ, үйде жазып отыратын жағдай жоқ, қасымда адамдар көп, жұмыста рұқсат жоқ, ата-енем күйеуім бар, мүмкін емес деген сияқты әртүрлі себептер айтып жатады. Осыған менен сабақ алған қыздың оқиғасын айтып кетейін. Мен де басында солай ойладым. Расында қазақтың қыз-келіншектері үшін жазба жұмысы мүмкін емес шығар. Ата-енесімен тұратындарға тіпті қиынау деп ойым қате екен. Себебі бір жолы ата-енесімен бірге тұратын екі баласы бар ақтөбелік келіншек менен сабақ алды. Топтағы қыздардың ішінде нағыз жазба жұмыспен айналысқан сол келіншек болды. Сабақ басталғаннан өзімен жұмыс істеуге кірісті. Яғни берілген тапсырманы үзбей орындады. Сабаққа қатысуға, үй жұмысын орындауға ол келіншектің үйінде ешқандай мүмкіндік, жағдай тіпті жоқ еді. Яғни ата-ененің бабын табу, күйеуінің жағдайын жасау, бала-шағаның қамы тағы бар. Кешке сабақ басталғанда келіншек балалармен серуенге шығып телефон арқылы қатысады. Үй жұмысын түсте балаларын ұйықтату бөлмесіне кіргенде тығылып жасайды. Барлық тапсырманы жазады. Ақырында жеткен жетістігі керемет. Ол туралы алда жазамын. Барлықтарыңыздың құлақтарыңызға алтын сырға. Сондықтан ниет болса, барлығын жасауға болатынның тағы бір дәлелі осы. Ал қалғандары сылтау. Ал неге осы шақта жазамыз? Яғни өзімізде жоқ нәрселерді бар сияқты осы шақта жазамыз. Себебі мен бақытты боламын, менің үйім болады, мен күйеуге тиемін, менің отбасым болады, менің көлігім болады деген болашақты меңзеп тұр. Яғни ғалымдардың айтуы бойынша боладыны қосып айтып жазған нәрселер солай болады деген қол жетпес арман болып болашақтың еншісіне қала береді екен. Психологиялық мамандар бүгінгі күнмен нағыз бақыттың дәмін дәл қазіргі әрбір сәттен сезініп, барынша мүмкіндіктерді пайдаланып өмір сүру керектігін айтады. Өткен шақ өтті кетті жоқ. Болашақ ертең не болары белгісіз. Сондықтан бүгінмен өмір сүріңіз. Одан кейін қиялымыздағы армандарымызды қағазға жазбасақ, оның барлығы жай арман болып қалады. Бірте-бірте арманымыз алыстап кете береді екен. Ал арманымызды қағазға жазғаннан кейін ол мақсатқа айналады. Сіз қалағаныңызды қағазға жазғанда осылар маған керек деп миға тапсырма бердіңіз деп түсініңіз.